Саламатсыңдар ма балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Мен Өмірсеркова Айжан Рахатқызы, сендерге сауат ашу пәнінен сабақ беремін. Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы оқу шымын мененді, сөйлеу. Бүгінгі сабақта сендер сөздің түрлерін, сөйлемнің мағынасын түсінесің, сөйлеу түрлерін ажыратасың. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын мына бейнежазбаға назар аударайық. Балалар, сөйлеудің екі түрі бар: ауызша және жазбаша сөйлеу. Ауызекі сөйлеу адамдардың бір-бірімен пікір алмасуы, сөйлесуі, хабарласуы, әңгімелесуі тіл арқылы ауызша жүзеге асады. Екі адамның бір-бірімен әңгімелесуі, телефон арқылы әңгімелесуі, теледидар, радио тыңдаулар жатады. Жазбаша сөйлеуге адамдардың бір-бірімен пікірлесуі, хабарласуы, әңгімелесуі жазбаша түрде орындалады. Кітап, газет, журналдар, хат жазу жатады. Ауызекі сөйлеу арқылы өз ойымызды білдіре аламыз. Әр нәрсені сипаттап айта аламыз. Алысқа кетіп бара жатқан адамды айқайлап шақыра аламыз. Сонымен қатар, үй жануарларында осы сөйлеу арқылы бағындырамыз. Тіпті әсем әнді де жүректі тебірентіп айта аламыз. Балалар, бейнежазбадан не байқадық? Дұрыс, бейнежазбадан сөйлеудің екі түрі болатынын білдік: жазбаша және ауызша. Балалар, енді мына суретке қарайық. Ауызша сөйлеуге нелер жатады? Ауызша сөйлеу екі немесе одан да көп адамдардың сөйлеу арқылы байланысуы. Мысалы, мына жерде балалардың сөйлеуі, балалардың ән айтуы, телефонмен сөйлесу, радио, теледидардағы сөздер, бұлардың барлығы балалар ауызша сөйлеуге жатады екен. Ал келесі сөйлеудің түрі жазбаша. Жазбаша сөйлеуге хат жазу, телефон арқылы жедел хаттар жіберу, факс арқылы жазбалар жіберу жатады екен. Балалар, енді біздің сабағымыздың қонақтары, біздің сауат ашу сабағымызда бағыт-бағдар беріп отыратын достарымыз Әли мен Мерейдің танысуын мына бейнежазбадан тамашалайық. Мынау не? Бұл менің сыныбым. Сынып қандай? Сынып үлкен, әдемі. Сыныпта не бар? Сыныпта тақта, үстел, парта, орындық, сөре бар. Тақта қандай? Тақта үлкен және жасыл. Балалар, бұл біздің сынып. Сыныптың іші кең, жарық және таза. Сыныпта біздің сынып жиһаздарымыз тұрады. Кәне, сынып жиһаздарын тамашалайық. Сыныпта не көріп тұрмыз, балалар? Тақта көріп тұрмыз. Дұрыс. Тақта бізге не үшін қажет? Тақта бізге бормен жазу үшін қажет. Парта не үшін қажет? Парта бізге дүзу отыру үшін қажет. Және де партаның үстіне біз өзіміздің қажетті оқу құралдарымызды қоямыз. Партаның үстінде біз жұмыс жасаймыз. Ал балалар, сендер білесіңдер ма? Біз орындыққа қалай отыруымыз қажет? Біз орындыққа тік отыруымыз қажет. Ал сыныптан тағы не көріп тұрмыз, балалар? Сыныптан интерактивті тақта көріп тұрмыз. Балалар, ол заманауи тақта. Ол бізге көптеген ақпараттарды тамашалауға керек. Мінеки, біз өзіміздің сыныбымызға саяхат жасадық. Жарайсыңдар, балалар. Енді біз өткен сабақта сөйлеу ұғымымен таныстық. Кәне есімізге түсірейікші. Сөйлем дегеніміз не? Сөйлем неден құралады? Жақсы, балалар. Сөйлем
сөздерден құралады. Сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлемдегі сөздер бас әріппен басталып жазылады. Және сөйлемдегі сөздер, балалар, олар бір-бірімен байланысады. Сөйлемнің соңына тыныс белгісі қойылады. Енді мына кестеге қарайық. Бұл сөйлемнің сызбасы екен, балалар. Енді біз осы сөйлемді құрастырайық. Кәнеке, балалар, менімен бірге бірінші сөйлемді қайталаймыз. Әли мен Мерей оқушы. Қайталаймыз. Әли мен Мерей оқушы. Балалар, қайталаймыз. Әли мен Мерей оқушы. Сөйлем неше сөзден құралған? Дұрыс, сөйлем 4 сөзден құралған. Әли мен Мерей оқушы. Сөйлем қандай әріппен басталып жазылып тұр? Дұрыс, сөйлем бас әріппен басталып тұр. Сөйлемнің соңына нүкте қойылған. Сөйлемнің соңындағы тыныс белгісі сөйлемнің аяқталғанын білдіреді. Балалар, екінші сөйлемге назар аударамыз. Олар сабақ оқиды. Сөйлем неше сөзден құралған? Дұрыс, сөйлем 3 сөзден құралған. Олар сабақ оқиды. Жарайсыңдар, балалар. Сендер сөйлем ұғымын жақсы меңгерген екенсіңдер. Балалар, енді мен сендерге мынандай тапсырма бергім келіп отыр. Мына суретке қарап, өз бетімізше сөйлем құрап көрейікші. Жарайсыңдар, балалар. Сендер суретке қарап, әртүрлі сөйлемдер құрады деген ойдамын. Балалар, бүгін Әли мектепке барады. Бірақ Әлидің сөмкесі әлі жиналмапты. Біз Әлидің сөмкесіне оқу құралдарын салуға көмектесейік. Ендеше, мына бейне жазбаға назар аударамыз. Балалар, біз не көріп тұрмыз? Кітап, дәптер, қаламсауыт, алма, сызғыш, түрлі түсті бояу, қылқалам, доп, түрлі түсті қарандаш, қаламсап. Аталған заттардың ішінде оқу құралдарына жатпайтын заттар бар ма? Бар. Ол алма және доп. Тамаша, балалар, сендер Әлиге көмектесе білдіңдер. Жарайсыңдар, балалар. Сендер өте тиянақты, ұқыпты балалар екенсіңдер. Біздің Әли сабаққа дайын. Ендеше, балалар, мына суретке назар аударайық. Бұл біздің оқу құралдарымыз. Кәне, бірге атап көрейікші. Қайшы. Бізге не үшін қажет қайшы, балалар? Қайшы бізге қию үшін қажет. Қалам. Қалам бізге не үшін қажет? Қалам бізге сурет салу үшін қажет. Сызығыш. Сызығыш бізге не үшін қажет? Сызығыш бізге түзу, сызу үшін қажет. Өшіргіш. Өшіргіш бізге не үшін қажет? Өшіргіш бізге қателескен жерімізді өшіруіміз қажет. Түрлі түсті қалам не үшін қажет? Түрлі түсті қалам бізге бояу үшін қажет. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, енді бүгінгі сабақты қорыта келе, мына кестеге қарайық. Кестедегі сөйлемдерді бірге қайталайық. Берілген сызбаға сәйкес сөйлемдер құрап көріңдер. Мысалы, мен қайшымен қиямын. Мен қаламмен жазамын. Мен сызғышпен сызамын. Мен өшіргішпен өшіремін.
Мен қаламсаппен сурет саламын. Жарайсыңдар балалар. Балалар, сабағымызды қорыта келе, бүгінгі сабақтан не білгендерімізді есімізге түсірейік. Біз бүгінгі сабақта сөйлеудің екі түрі болатынын білдік. Олар ауызша және жазбаша. Ауызша сөйлеу бұл адамдардың тікелей бір-бірімен қарым-қатынас жасауы. Ал жазбаша сөйлеу адамның өз ойын, айтпақ дүниесін қағаз бетіне түсіріп, жазу арқылы хабарласуды айтамыз. Жақсы балалар, сонымен қатар бүгін біз оқу жиһаздарын, оқу құралдарымен таныстық. Оқу құралдарының бізге берер пайдасын түсіндік. Және сонымен қатар сөйлем ұғымын пысықтадық. Жарайсыңдар балалар. Сендер бүгінгі сабаққа өте жақсы қатыстыңдар. Енді өздеріңнің көңіл күйлеріңді мынау кескіндемелер арқылы білдірсеңдер болады. Балалар, бүгінгі сауат ашу сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.